Баршаңызға сәлем. Біз алдыңғы видеороликте осы үйімізді толықтай жасап бітірдік. Енді қалғаны қоршаған ортаны жасау осы үйдің айналасындағы. Ең алдымен процессімізді жердің моделінен бастайық, себебі барлық айналамыздағы тұратын кішкентай детальдар мен объектілер жерде орналасқан. Ол үшін мен Shift-A комбинациясын басып, пернетақтамызда немесе Add батырмасын басып, соның ішінен Mesh'нің ішінен Cube объектін таңдаймын. Енді біздің көрініс аумағымызға куб объектісі қосылды. Енді осы кубымызды қалай үйіміздің дәл астына қоя аламыз? Бізде қазір кубымыз үйіміздің объектінің ішіне кіріп тұр. Ол үшін ең алдымен біз көрінісімізді алдыңғы жағынан қарайтындай қылып істеуіміз керек. Ол үшін біз оң жағымыздағы көрініс аумағымыздағы координаталардың біреуіне бассақ, ауысаламыз, мысалға X координатасына бассақ, біз енді көрінісіміздің алдынан көре аламыз. Немесе біз пернетақтамыздағы numpad батырмалардың ішінен 3 деген санды басамыз. Яғни numpad 3 санын басамыз батырмасын. Енді соны бассақ, біз өзіміздің көрінісіміздің алдынан қарап отырмыз. Былай айтқанда вид спереди орысша. Енді осы көріністен біз кубымызды төменге қарай жылжытамыз. Енді үстіге қарай жылжытсақ, біз кубымызды былай көзге қалай көрінеді, солай кубымызды былай айтқанда примерно орната аламыз. Бірақ біз кубымызды қалай дәл осы үйдің астына болатындай қылып орнатуға болады. Ол үшін бізде Blender бағдарламасының ішінде магнит құрылғысы бар. Біз оны қалай қосамыз? Біздің ол құрылғымыз өзіміздің көрініс аумағының жоғарғы жақтағы батырмалардың ішінде магнит суретін тұрған батырмасын бассақ, осы магнит құрылғысы бізде Snap құрылғысы болып табылады. Енді осының ішінен бізде Snap құрылғысы, яғни магнит құрылғысы қосылды. Қосылғаннан кейін осының параметрлері соң қасындағы батырман бассақ, бізде осына терезе ашылады. Осы терезенің ішінде біз осы магнит құрылғысының параметрлерін өзгерте аламыз. Бізге қазір керегі vertex, яғни объектіміздің нүктесі, ең жақын нүктесіне, былай айтқанда магнитіміз дәл сол нүктеге байланысты қойып береді объектімізді. Яғни бізге керегі vertex. Енді біз үстіге қарай жылжытсақ, және де ең төменгі нүктемізді таңдасақ, біздің жағдайымызда бұл осы ағаштың ең төменгі нүктесі. Соған өзіміздің тышқанымызды апарсақ, біздің кубымыз Z бағыты бойынша дәл осы нүктемен сәйкес орналасады. Енді біздің кубымыз, яғни жер объектіміз дәл үйіміздің астында. Енді осының келесі біздің оның өлшемін өзгерту керек. Ол үшін S-Scale құрылғысы, яғни біз оны көрініс аумағымыздың сол жағында көре аламыз, Scale деген құрылғыны. Немесе пернетақтамыздағы жылдам батырманы S-ті басаламыз. Соны басқаннан кейін біз өзіміздің тышқанымызды жылжытсақ, бізде кубымыздың өлшемдері өзгеріп жатқан көреміз. Бірақ біз қалай биіктігін, өзіміздің кубымыздың биіктігін өзгертпей, басқа өлшемдер қалай өзгерте аламыз? Ол үшін біз Shift-Z комбинациясын басамыз пернетақтамыздағы. Бұл бізде Z бағыты бойынша өлшемді өзгертуді тоқтатады, яғни Shift-Z. Басқаннан кейін біз өзіміздің тышқанымызды жылжытсақ, көре алатыныздай, бізде кубымыз, яғни жеріміз, осы объектіміз барлық бағыттар бойынша өзінің өлшемін өзгертіп жатыр, бірақ биіктігін дәл сол қалпында сақтап тұр. Бізге өзімізге керекті өлшемге осылай апарамыз, бізге осындай өлшем жеткілікті өзіміздің көрінісімізге. Енді бізде жердің объектісі дайын болды. Біз оны кішкене былай қарай жылжытайық, арт жағымызда орманға орын болу үшін. Енді осы үйді қоршап тұрған орман жасаймыз. Ол орманды біз ең алдымен орман ішіндегі ағаштарын жеке-жеке жасап шығу керек, ағаштың түр-түрін. Сондықтан біз енді қазір келесі ағашты жасауды бастаймыз, ағаш моделін. Ол үшін біз ең алдымен өзіміздің көрінісімізге, көрініс аумағымызға цилиндр объектімізді қосуымыз керек. Бірақ одан бұрын біз Snap Tool'ды өшіріп тастайық. Көрінісімізге, яғни Shift-A батырмасын басып, Mesh'нің ішінен цилиндр құралын таңдаймыз.
Бізде ең басында сізде осы аумақта 32 деп жазылуы мүмкін. Біз ол параметрді 8-ге өзгертеміз. Себебі 32 нүкте бізге цилиндрға дым артық болады. Бізге қатты көп нүктелі саны цилиндрімізге қатты қажеті жоқ қазірге. Сондықтан біз оны 8-ге өзгертеміз. Енді үйіміздің ішінен сыртқа қарай жылжытамыз GX координатасы бойынша. Бізде енді осы цилиндр ағашымыздың негізі, түп негізі болып табылады. Основасы былай айтқанда. Бірақ бұл ағаштың негізін, основасын біз жеріміздің дәл үстіне қалай қоя аламыз? Біз қалай жерімізді үйдің дәл астына қойдық, дәл сол әдіспен осы ағашымызды жердің дәл үстіне қоя аламыз. Енді біздің көрінісіміз алдыңғы жаққа ауысты. Осы көріністен енді Snap Tool'ды қосамыз. Қосқаннан кейін бізге Z бағыты бойынша, яғни астыға үстіге біздің цилиндр объектімізді үстіге қарай көтеру керек. Көтергеннен кейін қайтадан дәл астыға түсіреміз, бірақ бұл жағдайда енді бізге соңғы нүкте ретінде жеріміздің соңғы нүктесін таңдаймыз, жоғары жақта тұрған. Енді біздің ағашымыздың негізі дәл осы жердің үстінде орналасты. Snap Tool'ды өшіреміз. Енді біз ағаш негізін кішкене кішірейтеміз, себебі үлкен болып тұр. Қайтадан Snap Tool'ды қосамыз. Shift Tab комбинациясымен қосуға болады, жылдам батырмасымен Shift Tab негізі, немесе осы қайтадан магниттің сурет тұрған құрылғыға басамыз. Қайтадан ораламыз алдыңғы жаққа көрініске. Осылай жылжытамыз. Бізде объектіміз енді өзімізге керекті жерде орналасты. Енді ары қарай не істейміз? Ары қарай ағашымызды бітіру үшін бізде ағашымыз шырша сияқты ағашқа ұқсайды. Сол шырша ағашқа ұқсайтын ағаш жасау үшін бізге конус объектісі керек осы көрініс аумағымызға. Яғни біз көрініс аумағымызға Shift A, Mesh, Con деген объектімізді таңдаймыз. Біз осы жерден нүктелер санын vertices параметрін, яғни оны 8-ге немесе 8-ге өзгертеміз. 8-ге өзгерткеннен кейін сыртқа қарай жылжытамыз. Snap Tool'ды өшіреміз. Қазірге керегі жоқ. Енді бізге ағаштың қасына орналатамыз. Бізде осы ағаштың негізі осылай кішкене дайын болды дейік. Біз оның өлшемін өзгертейік, биіктігін сақлай тұрып. Ол үшін S, Shift Z, бізге керегі осындай. Енді бізде осындай мәселе шығып тұр. Біз қайдан білеміз осы жапырақ негізгі астыңғы бөлігі бізде ағаштың негізгі бөлігінің дәл ортасына тұрғанын. Біз ол үшін дәл ортасына орналастыру үшін қайтадан Snapping Tool'ын қолдана аламыз. Оны қосамыз, содан кейін үстіңгі жақтағы көрініске ауысамыз. Яғни вид сверху орысша айтқанда. Біз оны 7 деген батырманы баса аламыз, numpad жағымызда пернетақтамыз, немесе Z бағытын баса аламыз, Z координатасын, оң жақтағы құрылғыдағы. Бассақ біз өзіміздің көрініс аумағымызды жоғарғы жағынан, яғни үстінен қарап тұрмыз енді. Бірақ бізде ағаштың негізі көрінбей тұр. Біз оны қалай көре аламыз? Ол үшін біз торы режиміне көрініс аумағымыздың торы, яғни режим сетки орысша айтқанда сол режимге ауысамыз. Біз оны көрініс аумағымыздағы жоғарғы жақтағы дөңгелектер суреті тұрғанның батырмаларын біріншісіне басамыз. Соған бассақ бізде көрінісіміз торы режиміне ауысты. Енді не істейміз? Біз көре алатынымыздай бізде цилиндрімізде дәл ортасы осы екі ойша сызықтың қиылысында орналасқан. Бізде осы центр болып табылады. Яғни біз X координатасы бойынша өзіміздің объектімізді дәл осы нүктенің бойында орналастыру керек. Y координатасы бойынша өзіміздің объектімізді дәл осы екі нүктенің бойында орналастыру керек. Солай орналастырсақ, бізде объектіміз цилиндріміздің негізіміздің дәл ортасына орналасады. Яғни біз
айтарлықтай снайпинг тулды қостық, яғни магнит құралын. Енді біз ең алдымен мысалға G координатасы бойынша, Y координатасы бойынша жылжытамыз. Ол үшін G, Y. Енді біз керекті өзімізге осы нүктені таңдаймыз. Аха. Біз ең алдымен жоғары жаққа қарай жылжытайық. Жылжытқаннан кейін қайтадан ары түсірейік те. Аха. Бізде ортасына орналаспай тұр. Оны ортасына орналастыру үшін біз параметрлерін өзгертуіміз керек. Snap base деген параметрлердің ішінен center деген батырман басамыз. Бұл нені білдіреді? Бізде қазір snap base дегеніміз бізде қай жақтан, мысалға объектіміздің қай жағы осы магнит бойынша снайпинг процесі жасалынады. Яғни қай жағы бойынша магнит жұмыс істеу керек. Бізде closest деген параметр таңдалып тұр. Яғни біз мысалға оны үстіден астыға қарай жылжытсақ, біздің осы нүктемізге ең жақын болып тұрғаны ол астындағы нүкте болып тұр. Осы астыдағы нүктесі. Яғни біз оны жоғары қарай жылжытсақ, бізде құрылғымыз осы ең жақын нүкте бойынша қойып береді. Бізге ол керек емес қазіргі уақытта. Бізге керегі центр. Яғни біздің өзіміздің объектіміздің центрін, осы біздегі осы центр нүктесін керекті нүкте бойынша орналастырып береді. Яғни G, Y енді осы нүктені таңдаймыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде объектіміздің дәл центр нүктесі G, Y координатасы бойынша керекті нүктенің бойында дәл орналасты. Енді дәл солай бізге X координатасы бойынша объектімізді дәл осы ортаңғы нүктенің бойына орналастыру керек. Біз снайпинг тулымызды қайтадан close'ға ауыстырамыз. Снайпинг тулымызды өшіреміз. Енді көріп тұрғаныңыздай бізде объектіміз дәл цилиндріміздің ортасына орналасқан. Бізге енді жоғары қарай дәл солай снайпинг тулымызбен негізінің дәл жоғарғы нүктесінің бойына объектімізді орналастыру керек. Қайтадан closestқа ауыстырдық. Қайтадан снайпинг тулды қосамыз. Енді G, яғни жылжыту орналастыру құралы Z координатасы бойынша біз осы нүктелердің бірін таңдауға болады. Енді бізде конус объектіміз, цилиндр объектіміздің дәл үстінде орналасқан. Енді кішкене былай айтқанда вариация қосу үшін, кішкене креативность қосу үшін біз осы конусымызды былай айтқанда смещение жасаймыз, айналдырып Z бағыты бойынша. Яғни біз оны қайдан көре аламыз? Мысалға жоғары жақтағы көрініске ауыссақ, бізде енді өзіміздің конусымыз дәл, мысалға біз артқа қайтсақ, бізде конусымыз дәл цилиндр сияқты, оның жақтары дәл цилиндр бойынша орналасқан болатын. Яғни бір-бірлерінің былай айтқанда формасын қайталап тұр. Біз оны Z координатасы бойынша бұрып, былай айтқанда біз оған кішкене вариация қосамыз. Енді бізде осындай шышаның негізі дайын болды. Бірақ бізде байқағаныңыздай шышада осы жапырақтар негізі бірнеше бөліктен тұрады. Көбісіне 3 бөліктен. Біз оны қалай жасай аламыз? Біз оны осы тұрған конусымызды таңдай тұрып, Shift D батырмасын бассақ, бізде оның дубликаты шығады. Мен қазір Snap Tool'ды өшейін. Яғни қайтадан біз осы объектіміз дубликаты жасау үшін Shift D комбинациясын басамыз батырмасын. Бізде дубликат шықты. Енді біз оны жоғары қарай өзімізге ыңғайлы примерно осылай орналастырамыз. Яғни осы бірдей болмау үшін үстіңгі және астыңғы жағы біз оны Z координациясы бойынша кішкене былай бұра аламыз. Бізде енді осы шышаға ұқсайтын ағаш дайын болды. Үшіншісін де қосуға болады. G, Z. Енді суреттегідей шышамыз шықты. Балалар салатын суреттегідей осындай кішігірім шышамыз шықты.
Енді бізге осы объектіміздің биіктігін ұзарту керек. Ол үшін не істей аламыз? Біз әр объектінің биіктігін осылай өзгертіп, қайтадан жоғары қарай жылжытып, осы объекті тоже жоғары қарай, осы объекті де жоғары қарай, бізге керекті биіктікке осылай жылжытуға болады. Енді мен осы шыршаның астыңғы жапырақтар бөлігін, ең соңғы астыңғы жапырақтар бөлігінің өлшемін өзгерткім келеді, бірақ биіктігін дәл осылай сақтағым келіп тұр. Мен ол үшін не істеймін? Scale құралын, яғни өлшем өзгерту құралын таңдап, яғни мен пернетақтамда S деген батырманы басып, S деген батырманы бассам, бізде Scale құрылғысы қосылды. Енді Shift Z комбинациясын басамын да, осылай биіктігін сақтай тұрып, өлшемін өзгертемін. Маған керегі осылай. Дәл солай менде өлшем керісінше ең жоғарғы жақтағы жапырақтар бөлігінің өлшемін кішірейтемін, бірақ биіктігін дәл осылай сақтаймын. Яғни S, Shift Z, енді үстеп кішірейтемін. Бізде енді осындай әдемі шырша шықты.